Ассалаумағалейкум жігіттер, қалдерің қалай? Сіздермен бірге Бандос FIFA арнасы және бүгінгі видеода біз FC26 ойынынан өзімізге мансап ашатын боламыз. Егер сіздер белсенді болсаңыздар, өзіміздің осы мансабымызды жиі түсіретін боламыз. Міне, Бекзат Есмұратов деп өзімнің ат жөнін жазған болатынмын, және мен Португалияны таңдадым елімді, өйткені ұлттық құрамада да жалпы ойнағым келді. FIFA-да қандай болады екен білгім келіп, және шабуылшы позициясында өнер көрсететін боламыз. Алда бізде кубок ойыны екен. Енді не өзгерістер болды, жалпы ойынның барысы қандай болады, соны бірге анықтайтын боламыз. Жалпы FC26-ның FC25-тен қандай айырмашылығы бар, соның бәрін сіздермен бірге осы видеода анықтайтын боламыз. Мына жерде біз ойыншыны дамыту өзгеріпті. Бұрында білесіздер, очки навыков дейтін бір нәрсе беріп қояды, сол арқылы керектілерін ғана таңдайсың. Ал мына жерде әрбір қасиетін жеке-жеке соны біртіндеп дамытуға мүмкіншілік бар екен. Жалпы меніңше жақсы. Қазір алғашқы ойын меніңше жолдас кездесулерден басылады. Біз басында енді қосалқы құрамнан шығамыз, кейін барып өзіміздің ойынымызды көрсете отырып, негізгі құрамға ілігеді деген ойдамыз. Бізде алғашқы ойын Вердер клубына қарсы, және қазір жаттығу дейтіндерге көрейік қандай екен. Бұл жерде де өзгеріс бар. Сәл-пәл түсініксіз деу ме, қалай қазір? Мысал таңдаймыз. Оны өткізу үшін осыны басамыз. Все, түсіндім. Қалай жүзеге асатынын. Және біз 79-шы минутта ойынға кіреміз шабуылшы рөлінде. Ал кеттік, қазір барынша өзіміздің ойынымызды көрсетуге тырысатын боламыз. Бұл жерде қазір бізде бұрыштама орын алады. Бұл біздің дебюттік ойын, сондықтан да барынша өзімізді көрсетіп қалу керекпіз. Алғашқы соққы орын алды, және бірақ та сәтсіз. Өкінішке орай бұл ойынның нәтижесі 0-0 болып аяқталды. Ешкім гол соқпады. Енді былайша айтқанда, жалпы ойынның барысы FIFA 26-та өзгергендей кішкене үйренісе алмай жатырмын. FC25-тен қарағанда бірнеше өзгерістер бар екен, соны байқадым. Жалпы былай шынайы өмірге барынша ұқсатқан допты қабылдау деген секілді заттарды барлығы шынайы өмірге негізделген. Менің ойымша, әзірге үйреніп алғанша барлық командамен ойнай тұрайық. Өйткені сәл былай қиынырақ екен, тек өзім болып ойнаған, соны байқадым. Келесі ойымызда Латио клубына қарсы. Қазір енді барынша тырысамыз бір голдық нәтижемен көзге түсуге. Міне қазір бізде Латио құрамасы ойынды допқа қосты, және бұл ойын бізде Комо құрамасының стадионда өтіп жатыр. Жалпы Латио білесіздер өте жақсы клуб, барынша сақ ойнауымыз керек, және бұл турдың бірінші ойыны болғандықтан да өз нәтижемізге қол жеткізуіміз тиіс. Қазір бізде доп әлі де Латио құрамасында. Енді прессингке қазір бой алдырып көрейік, қандай нәтиже шығады екен одан. Әзірге олар допқа иелік етуде. Ойынның 7 минут өтті, бірақ әлі де бірде-бір рет допқа иелік етіп көрмедік. Жарайды, қазір бұл жерде бастысы оларға соққы жасатпау, және контратака кезінде өзіміздің голымызды соғып алу. Міне қазір допты тартып алу керекпіз. Ойыншылар қателесті. Енді өзіміздің шабуылымызды ұйымдастырамыз. Тамаша. Кеттік, алды қарай жүгіре берейік, және бұл жерде қазір Бандостың ашылғанын күтеміз, және тамаша мүмкіндік, есеп 1-0. Тамаша, айтқанымызды 100% орындай алдық. Міне алғашқы сериядағы дебютымызда алғашқы голымызды соғып отырмыз. Міне осы жерде көтеріп қалды, және баспен әдемі соққы жасап ойынның есебін ашып отыр. Тамаша, міне бізде комалық жанкүйерлер қалай қуанып жатырғанын көріп тұрсыздар. Барлығының қуанышында шек жоқ.
кезекті шабуыл қазір. Барынша тағы осы шабуылды сәтті аяқтауға тырысатын боламыз. Міне тамаша пас. Және бұл жерде қапталға қарай береміз. Тағы да бізге қарай көтергісі келген еді, бірақ бұл жолы бұл шабуылды қорғаушы құтқарды және бұрыштама кезекті соққы, бірақ та қақпадан сәл ғана биік кетті. Ойынның 24-ші минуты өтіп жатыр. Әзірге, доп елігі бойынша қонақ команда үстемдік көрсетіп жатса да, ойындағы голдар бойынша Комо құрамасы жеңіске жетіп жатыр. Және бұл жерде керемет қорғаушы бұл жерде жастана осы соққыны құтқарды. Бұл бәлкім голға айналар ма еді, кім біледі. Өте тамаша өз шеберлігін көрсетті. Роберто, барлығыңызға таныс есім, білетінде шығарсыздар бұл ойыншыны. Және Марено бұл жерде топтан айырылып қалды өкінішке орай. Енді бізде қазір қарсылас команданың бізге қарай беттеген шабуылы. Және бұл жерде қақпашының ендігі сейфін көріп отырмыз. Міне, қорғаушылар өте жақсы өнер көрсетіп жатыр. Бұл жерде әдемі топты тартып алдық, бірақ та бұл пасты қарсылас команда оқып қойды. Нәтижесінде топты қайта өз еліктеріне қайтарып алды. Және бұл жерде қазір қарсылас команда не істемек екен? Әзірге бір-бірімен пасасып жатыр. Және бұл жерде еже бұзылды. Дегенмен де шабуыл жалғаса береді және соққы, бірақ та ешқандай қауіп төндірмеді. Және банаға ереже бұзған ойыншыға сары қағаз көрсетілді. Лайықты, сәл дөрекі ойнап қойғаны бар. Бұл жерде қазір міне Исмуратов, Бекзатқа пас, Роберто. Және тамаша мүмкіндік соққы. Бұл жерде есеп бізде 2-0. Қазір бейне қайталау сәтін тағы да бір көріп жіберейік. Міне, осы жерде пас берді және керемет соққы бақтады. Көріп тұрғандарыңыздай. Әзірге ойынымыз сәтті өтіп жатыр. Небәрі 3 шабуыл жасап көрдік. Соның 2-і бізге нәтиже берді. Ойынның бірінші таймның аяқталуына бар болғаны 1 минут қалды. Және содан кейін біз екінші таймға көшетін боламыз. Бұл жерде қарсылас команда қазір шабуыл ұйымдастырып жатыр. Нәтиже бергізбеге тырысамыз. Өте тамаша қорғаушы баспен керемет құтқарды және осылайша бізде алғашқы тайм аяқталды. Есеп 2-0. Бұл жерде өкінішке орай доптан айырылып қалдық және алсан соққы, бірақ қақпашы тіреу тиіс деп ойлап едім. Жоқ, бұл жерде бізде бұрыштама екен. Қазір бұрыштаманы көретін боламыз. Және бұл жерде өте қауіпті болды. Қақпаның бағанасына тиді. Бағана бізбен серік болды. Бұл жерде өз көмегін тигізді. Есеп әлі де сол күйі сақтала береді. 2-0 болып, тағы да біз шабуылымызды ұйымдасып көреміз. Міне қазір бұл жерде біз ашылайық. Неге ашылмай жатыр? Міне осы қапталға береміз және пас бере алмаймыз. Өкінішке орай доптан айырылып қалдық. Қазір допта алаңға қақпашы қосатын болады. Міне қазір Лацио құрамасы өзінің шабуылын ұйымдастыру үшін беттеп келеді және бұл жерде өте қауіпті болды. Бақтымызға орай бұл соққы қақпадан биік кетті. Негізі өте тамаша шабуылды ұйымдастырған еді қарсылас команда. Енді олар үшін қазір 2-0 есебі өте ауыр тиюде. Сондықтан да бізге қарсы өздерінің шабуылын үдетуде, бірақ біз оған қарсы төтеп берудеміз. Қазір енді қапталға қайта ойыстырды. Педро. Керемет алдап өтті Педро, бірақ оның соққысын біз қайтара алдық. Енді контратакаға өтуге болатын еді, бірақ бірден допты тартып алды қарсылас команда және тағы да бір соққы. Бұл жерде бізде қақпашы өзінің тағы бір сейфін көрсете алды. Міне керемет ойынын көрсетіп жатыр әзірге.
бізде міне тағы бір тамаша шабуыл орын алуы мүмкін, тіпті голға ұласуы да әбден мүмкін еді, бірақ жоқ. Бұл қорғаушы біздің командаласымыздан допты тартып ала білді. Ойынның аяқталуына бар болғанда 9 минут қалды. Доптан айырылды қарсылас команда. Қазір орта қарай пас береміз. Және бұл жерде қазір не істейміз, соққа бақтап көрейік, бірақ та бұл соққа нәтижесіз болды. Міне осылайша ойын аяқталды. Есеп бізде 2-0. Алғашқы турда алғашқы ұпайымызға ие болдық, және ол ұпайдың саны 3. Демек, қазір біз жоғары сатылардың бірінде табыламыз. 5-ші орында тұр екенбіз, және міне бізде 2 осындай апгрейд дейміз бе, рейтинг көтеретін осындай бізде очко навыков сияқты бір зат берілді, және оған біз сынысымызды көбейтетін боламыз. Және бізде келесі ойын Болония клубына қарсы екен. Бұл клубта жалпы өте мықты клубтардың бірі болады. Еврокубокте бақ сынап көрген клуб. Және қазір біз бұл ойынға да қарсы осы барлық ойыншыларды басқаратын ойын режимімен шығатын боламыз. Қазір бізде бұрыштама орын алады қарсылас командаға қарсы, бірақ та біздің қорғаушылар жақсы орын алды. Және доп біздің командада. Қазір бұл жерде маған пас берді, және қапталға қарай пас бердік. Бұл шабуыл қалай аяқталады екен, және соққы, есеп 0-1. Екінші ойын қатарынан баспен гол соғудамыз. Бұл біздің екінші ойын, және екінші голымыз өте тамаша. Міне бейне қайталау сәтін тағы бір көрейік. Осы бір жерден соққыны бақтадық, және қақпашыға еш мүмкіндік қалдырмадық. Міне өте керемет ойын өрнегін көрсетіп жатыр жалпы. Қазір тағы бір қарсылас команданың бұрыштамасы, және соққы, бірақ та бұл жерде қорғаушы керемет құтқарды. Қазір шығару керек барынша. Бірақ алыстан соққыны бақтатып қойдық. Дегенмен де қақпашы бұл жерде біздің қақпаны құтқара алды. Доп әлі де қарсылас командада. Өте қауіпті шабуыл ұйымдастырып кетуі мүмкін олар. Өйткені бәрібір дегенде бізге қарағанда тәжірибесі мол. Және бұл жерде соққы, бірақ та қақпашының тағы бір кезекті сейфін көріп отырмыз. Және қазір қауіпті, бірақ та қорғаушы өзінің бетімен бұл топты құтқарды. Өте тамаша. Алғашқы таймымызде 1-0 есебімен аяқталып отыр. Екінші таймға өтейік. Қазір қарсылас команда тағы да шабуыл ұйымдастырып жатыр. Және қауіпті бұл жерде қақпашы. Біздің қақпашы не деген өте керемет. Қақпашы көріп тұрғандарыңыздай өте керемет. Қазір тағы да бізде қарсылас команданың шабуылы. Міне қазір тағы бір қауіпті мүмкіндік туы мүмкін оларға. Мүмкіншілік бермеу керек бізге үйтіп жасатып қоюға. Бұл жерде тағы бір соққы, тағы да қақпашының керемет туас қаулы. Міне енді де давай біз өзіміздің шабуылымызды ұйымдастырып көрейік. Тамаша пас, жете ала ма? Әрине жете алады. Және қазір өкінішке орай ашық ешкімді көріп тұрған жоқпын. Артқа қарай қайтара салайық. Және бұл жерде топта қарсылас команда тартып ала алды. Қазір бізде 83-ші минут, соңғы минуттар. Тамаша. Бірақ та әлі де қарсылас командада жоқ түреді. Тамаша. Және де сейф. Не болды бұл жерде? Тамаша тіреп тұр еді ғой. Қараңыздар, бірінші соққыны да тіреді, екінші соққыны да тіреді. Ал бұл жерде үшінші болып кедергі келтірген мына бір 4-ші номердегі қорғаушы. Неге кетті ол? Керемет сейфін жасап жатыр еді қақпашы, бірақ та енді осындай жағдай орын алып қалды. Жеңіске жетейін деп тұрған сәтте осы қорғаушының кесірінен біз енді 3 ұпайымыздан айырылып қалуымыз мүмкін. Өте біздің қазір көңілімізге қаяу түсіретіндей зат. Жарайды, енді өткен зат өтіп кетті. Қазір енді өз шабуылымызды ұйымдастырып гол соғамыз ба десек,
доптан да айырылып қалдық. Осылайша қазір бізде ойын 1-1 есебімен аяқталды. 3 ұпайға өте жақын болдық. 2 голды да өзіміз соқтық. Өзіміздің командасымыз осылайша қарсылас командаға ұпай сыйлап беріп отыр. Және бізде осы жазға трансфер аяқталып жатыр екен. Және біз қыркүйек айына өтетін боламыз. Бұл жерде жаңалықта да кішкене бір өзгерістер бар екен байқағаным. Келесі ойын бізде 19-шы орында келе жатырған командаға қарсы екен. Осы ойында ойнап болайық, содан кейін біз өзіміздің видеомызды аяқтайық. Ендеше ойынға кеттік. Қазір бұл жерде тамаша пас, ашылып тұрған ешкім жоқ. Және әдемі пас, гол соғуға мүмкіндік, және есеп бізде 1-0. Бекзат Есмұратов голдық паспен көзге түсе алды. Бұл ойыншы 3 ойында 2 голдың авторы атана біліпті. Бұл ойыншы да өте тамаша ойыншы екенін дәлелдеуде. Өте керемет. Ойынның небәрі 7-ші минуты, ал біз болсақ сол 7-ші минуттың өзінде есепті 1-0-ге жеткізе алдық. Міне қазір қорғанысқа бекем болу керекпіз. Бірақ та соққы бақтатып қойдық. Дегенмен де біздің керемет қақпашымыз осылайша өзінің сейфімен көзге түсті. Тағы бір кезекті шабуыл. Ереже бұзылды. Қызыл қағаз емес шығар, сары қағаз шығар деп үміттеніп отырмын. Сары қағаз. Жарайды, ешнәрсеге жетпес. Бұл банаға автогол салған жігіт. Және қарсылас команда әлі де допқа елі кетіп жатыр. Тіпті қауіпті шабуыл ұйымдастыруы мүмкін. Және қақпашы тамаша сейф. 1-1 келе жатырған ойыншыға қарсы төтеп бере алған қақпашы. Бұл жерде қазір тағы бір шабуылымызды ұйымдастырып көреміз. Дегенмен де өкінішке орай доптан айырылып қалдық. Қазір қарсылас команда шабуылға қарай беттеп келеді. Бірақ допты әлі де өз елуімізге алмай жатырмыз. Және қақпашының кезекті сейфі. Бізде бұрыштама жасалынды. Соққы болды, бірақ қақпадан биік кеткенін көріп отырмыз. Қазір бізде қарсылас команда шабуылға қарай беттеп келе жатыр. Дегенмен де гол соққызбау керекпіз. Ереже бұзып болсын тоқтату керек негізі. Және бұл жерде дәл банаға қорғаушы голдық пас берді десек те болады. Видеоны артқа бір қарап көріңіздер. Сол ойыншы ма? Банаға автогол салған. Жарайды, қазір бізде бұл жерде бұрыштама орын алады. Гол соғуымыз керек қазір. Жоқ, бірақ қорғаушы кері қайтара алды. Доп бізде қала береді. Міне тамаша пас. Және керемет мүмкіндік, бірақ та соққымыз ойыншының аяғына тиіп бәсеңдеп қалды жылдамдығы. Бәлкім бұл егер қорғаушы болмаса да гол болмайтын секілді, өйткені төмен ұшты және қақпашының бағытына. Тағы бір керемет мүмкіндік қазір. Бұл мүмкіндіктен айырылмау керекпіз барынша. Бізге жеңіс керек қалайда болсын. Және бұл жерде біз офсайдтағы қойыппыз өкінішке орай. Қазір ойынның аяқталуына бар болғанда 5 минут қалды. 5 минутта бір гол соғалатын шығармыз, Көрейік. Бар күшімізді салып көреміз. Міне қазір тамаша пастар жүріп жатыр. Керемет. Бірақ та өкінішке орай соңғы пас өтпей қалды. Бұл ойынның нәтижесі бізде 1-1 болып аяқталатын секілді, бірақ жоқ, неге олай пас берді түсініксіз. Ойын бізде 1-1 есебімен аяқталды. Бірнеше мүмкіндіктер болған еді. Есепте еселейтін, бірақ пайдалана алмадық өкінішке орай.
Осылайша достар, біздің видеомыз аяқталатын шығар. Бірнеше ойындар өткіздік. Енді егер сіздердің белсенділіктеріңіз жоғары болса, біз міндетті түрде келесі видеоны жылдам шығаратын боламыз. Және қазір бізде бұл жерде Total Grip очкосы бар. Соларға қазір рейтингімізді осылай көтеріп тастайық. Содан кейін өзіміздің видеомызды тәмамдайық. Сіздермен болған мен Бандос FIFA анасы. Келесі жүздескенше қош саламатта болыңыздар.